Баршаңызға сәлем. Бүгін мен сіздерменен фаршты духовкада пісіру жолменен бөлісетін боламын. Видеоны соңына дейін қарап, менің каналыма тіркеліп кетуді ұмытпаңыздар. Ең алдымен картопымызды жуамыз да жақсылап турап аламыз. Жуамызды осылай үлкен етіп турап аламыз. Жуамызды блендерға салып, ұсақтап аламыз. Фаршымызды алып, оның үстіне жуамызды саламыз. Үстінен тұзымызды, қара бұрышымызды және дәмдеуіштерімізді салып, жақсылап араластырамыз. Картошкаларымызды дәл осылай дөңгелек етіп турап аламыз. Үстіне тұзымызды салып араластырамыз. Табамызға майымызды жағып аламыз. Енді картошкаларымызды дәл осылай орналастырып шығамыз. Үстіне фаршымызды салып, бір текстетіп жайып шығамыз. Фаршымыздың үстінен дәл осылай картошканы тағы да салып шығамыз. Енді 3 ас қасық қаймағымызды бір кесеге салып, үстінен су құйып, жақсылап араластырамыз. Дайын қаймағымызды осылай картопымыздың үстіне құйып шығамыз. Енді 180 градуста 40 минутқа пешке қойып аламыз. Сырымызды дәл осылай үккіштің үлкен көзінен өткізіп аламыз. Пісіп дайын болған тамағымыздың үстіне сырымызды салып 5-10 минутқа қойып аламыз. Тамағымыз дайын. Сіздер де жасап көріңіздер, ұнайды деген ойдамын. Барлығыңызға ас болсын.